Біздің күнделікті күйбең тіршіліктің күнтізбесінен демалысқа бөлер уақыт табу қиын. Ал ұсынар бағдарламамыздың аясында сіздер қызықты әлемге саяхат жасап, аңшылық пен балық аулаудың қыр-сырына қанық боласыздар. Әр апта сайын біз сіздерді Қазақстанның көз тартар ең көрікті аймақтарымен таныстырамыз. Осыдан 20 жыл бұрын Африкада аң аулаймыз деп ойламадық та ғой. Бұл ел көптеген аңшылар үшін арман болды. Енді дәл осы елге аңшылыққа кез келген жан жолдама ала алады. Ең аз деген 5 жануарды жолдаманы 2400 евроға сатып алуға болады. Африкалық аутфитерлер бұрындары Қазақстанның табиғи байлығын білмеуші еді. Енді біздің туристік нарыққа қызығушылықтарын танытып отыр. Біз Бурчел Game Reserve жеке аңшылық шаруа қожалығындағы Масада Lodge кемпінде аң аулауға келдік. Әрине, бұл өңірді таңдау себебіміз де бар. Frontier Safaris компаниясы 100 жылдан бері аңшылық жолдамалармен айналысып, әлемге танылып үлгергендіктен. Оның үстінде мұнда Уинстон Черчилль мен Джон Фицджеральд Кеннедидің келулерінің өзі сұраныстың өте жоғары екендігін айқындайды. Бурчел жанұясы отбасылық дәстүрді қатаң сақтайды екен. 1895 жылға Маузер. Дәл осы 7 мм қарумен 1899 жылы ДВТ Бурчелла Вааль өзенін кешіп өтіп, ағылшындар мен бургстер соғысы аяқталғаннан кейін өз тұрғылықты мекенін арыстандар мен әлбістерден қорғаған. Өткен ғасырдың 30 жылдарында оның ұлы әкесінен қалған аумақты жекешелендіріп, малшылық шаруашылықты аңшылық шаруашылыққа өзгертіп, өз балаларына мұра етіп қалдырады. Одан кейінгі мұрагері Барри Бурчел бұл аумақты керемет туристік кешенге айналдырып, Намибия, Зимбабведен тағы қосымша ашып, сондай-ақ Үнді мұхитының жағалауынан балық шаруашылығын жетілдіреді. Game Reserve тікелей аударғанда аңшылық шаруашылығы деген мағынаны білдіреді. Бұл аңшылық шаруа қожалығының аумағы 25 000 гектар. Аликкедейл өңіріндегі Шығыс Кап провинциясында орналасқан. Негізінен бұл аумақта қоса жұртшылығы мекен етеді. Дудайпада танымал оңтүстік африкандықтар да шыққан. Оңтүстік Африка Республикасының президенті Нельсон Мандела мен Табо Мбеки де осы өңірдің тумасы. Бүгіндері сафари мемлекеттік экономикасына әсер етуші жоғарғы кешен 10 мыңдаған жанды жұмыспен қамтамасыз етіп отырған. Негізінен аңшылық шаруашылық жекелікке жатады. Аумақ тегіс қоршалғандықтан ондағы мекендеуші жануарлар да сол иеліктің қол астына кіреді. Мұндағы аңшылық мерзімнің уақыты мен аулау шеңбері мемлекетпен бақыланбайды. Тек жоғалып бара жатқан түрлері ғана болмаса. Мысалға Бурчел резервте леопард аулауға тыйым салынған. Осындай бірнеше жыртқыш құстар да қорғауға енгізілген. Жыл сайын мұнда ағылған аңшылар мыңдаған аша тұяқты жануарларды қанжығасына байлап қайтады. Әрине, бұл санға қарап ойлануға болады. Яғни жыл сайын 25 000 гектарда осыншалықты олжалы аңшылық жүргізіледі. Ал енді біздің еліміздегі 234 миллион гектар жермен салыстырып көріңіз. Оңтүстік Африка түндері өте қараңғы. Таң тез атады. Далаға жарық қылаулана түсе бастағаны сол еді, 10 минут өтпей боулинг шарындай күн шыға келді. Таңғы сағат 5:30-да таңғы асымызды ішеміз. Қонақ үйлерінде шведтік стол жайылыпты. 5-6 тағам мен 20 шақты тіске басар. Оның үстіне аңға шығарда таңертең көп тамақ жемеймін. Бірақ мына столға қарап өзімді тоқтата алар емеспін. Біреуінен кейін екіншісін, үшіншісін жеп көргім келеді. Ыстық дейтін Африкада қыркүйек айында кәдімгідей күн салқын болады. Таңмен көлік терезелері буланып кетсе, жұрт қалың курткаларын киіп жүр. Оның үстіне шаруашылық 33-ші параллельде орналасқан ғой. Демек бұл жерде көктем мезгілі болып жатыр деген сөз. Дәл осы кезеңде көк шалғын гүлдеп жатса, жабайы жануарлар төлдеп жатады. Таң ата шақырылған аңшы сарапшылары Йоханнес пен Армин бізге қару берді. Максимге Маузер 300 Win Mag калибрлі М12 қаруы түсіпті.
Аңға шығар алдында Германия, Ресей, Чехия мен Қазақстаннан келген сарапшылар алдын ала ату дайындықтарын жүргізді. Танысып болысымен басқа да елден келген аңшы әріптестермен біздің осы бір ату жаттығуында әлі күнге еш жүлде алмағанымыз белгілі болды. Бірақ алғашқы атыс дайындығынан кейін Максимнің көңіл күйі орнына түсті. Барлық жаттығуларда 100, 200, 300 және 400 метрлік қашықтықтарда ескі 300 калибрлі Evolution оға жақсы нәтиже берді. Әрине, спорттық жүйемен есептесеңіз нашар көрсеткіш, бірақ аңға шығуға әбден болады. Біздің осы саяхатымыздағы басшылық өте мығым денелі бойы аласа Дионға түсті. Әрі оның сенімді серігі кәсіби ізгесуші Макабе де сол санаттан көрінді. Әрбір аңшы аңшылық сапардың басынан аяғына дейін бір рет пейдж бақылауына түсіп отыратын болды. Біздің осы жолға олжалы аңшылығымызға куду мен близбок аңдары және 3 түрлі карантинге жіберілген аңдар кіреді. Алдымен қабан типтестерді таңдадық. Оның үстіне өз еліміздегі қабан аулау шеберлігіміз мүлт кетпес деген оймен. Окей, Вертохег, бұл керемет таңдау деп біздің ұсынымызды құп көрді Дион. Оның Land Cruiser жұмсақ жынысты құмарасымен жүйткіп келеді. Макабе екеуміз көлік үстінде айналана бақылау қалғанбыз. Оның көру қабілеті тамаша. Дүрбінің көмегінсіз ақ айналасындағы тіршілік иелерін бірден аңғаруда. Көре сала көлік кабинасын ұрды. Дион дереу тоқтады. Жол көрсетушіміздің қолын бағыттаған жағына дүрбі салып, ұзақ тұрдық. Не көргендігін білмейміз. Үмітіміз енді үзіле бастағанда сол маңайдағы ағаш арасынан мүйізділер тобын байқадық. Бұл паркте тұяқтылардың 30 түрі мекен етеді. Олардың басым бөлігін сан түрлі суреттерден жас кезімізде көріп өссек те, тірі күйінде ажырату қиын екен. Тек гну, керік пен ала құландарынан басқаларын. Шаруашылықтағы жануарлардың жалпы саны қаншалықты деп Дионға қызыға сұрақ қойдық. Мұны айту қиын, мүмкін 20 мыңдай бас бар шығар. 20 мың бас тұяқты 25 гектарда мекен етеді. Мұндай көп жануарлар қайдан шыққан? Мысалға гну 300 келі шығады. Керік пен буйвол жарты тонна, эландтың өзі жарты тонна шығады. Бұл дегеніміз жай үй жануарларының салмағынан асып түсетін жануарлар ғой. Шаруашылық мөлшері деген түсінік бар. Жабайы жануарлар үшін үй жануарлармен салыстырғанда жоғары көрсеткіш. Өйткені жабайы жануарлар сан түрлі экологиялық қорекпен азықтанады. Мысалға керік ағаш жапырақтарын үзіп жесе, шошқалар тамырларды қазып жейді. Бөкендер әртүрлі шөптермен қоректенеді. Жабайы жануарлар осылайша қоректену аумағын ауыстырып отырады. Барлық жерден бірегейлік сақтап. Ал қойлар мен сиырлар осындай керемет жайылымды жаюшылар деп түсіндірді Дион. Айта кететін жайт, осы шаруа қожалығының шығысы келесі аңшылық аумақпен шектесіп жатыр. Ал батысы малшылық шаруашылық шекарасымен түйіскен. Әрине, екі шектескен аумақтың жайылымына қарасаң таң қаласың. Үй жануарлары жайылымы қурап, топырағы шығып кеткен болса, мына бөлікте нағыз жасыл желек. Сіздің көршіңіздің жайылым аумағында жабайы жануарлар бар ма? Жоқ, әрине, оған қажетті емес. Өйткені ол аңшылықпен айналыспайды ғой. Бір аумақта мал шаруашылығымен қоса, аңшылық шаруашылықты алып жүруге болмайды ма? Білмеймін, мұндайды әлі көрмеппін, деп таңырқады Дион. Сіздің ойыңызша қайсысы тиімді? Аңшылық па, мал шаруашылығы ма? Әрине аңшылық. Онда неге сіздің көршіңіз аңшылық шаруашылықпен айналыспайды, егер аңшылық тиімді болса? Бұл оңай шаруа емес. Бай адамдар келіп жақсы ақша төлеулері үшін кәсіби шеберлік керек. Жақсы қонақ үй, ас мәзірінің дәмді болғаны дұрыс. Және тәжірибелі өз ісінің нағыз маманы болған жұмысшылар қажет. Әрі тұтынушы ойынан шығу үшін барлығын оңынан шешуге тырысуда үлкен рөл ойнайды. Жарнама жасап, сан түрлі халықаралық көрмелерде өзіңді көрсетесің. Бастысы, осының барлығын жақсы атқара білуің шарт. Әрине, мұндайды көп адам істей алмайды. Сол үшін кей адамдарға мал шаруашылығымен айналысқан оңайлау. Браконьерлерді ұстап жатсаңыздар қандай жаза қолданасыздар? Жарты жылдан 3 жылға дейін темір торға қамау. Біздің мемлекетіміз демократиялық ел ғой. Сол себепті Африканың кей жерлерінде браконьерлерге оқ атуға да рұқсат берілген. Бізде әзірге бұған тыйым салынған. Осылайша әңгімелесе отырып кішігірім өзен жағасына келіп тірелдік. Сол маңайдан өзімізге таныс қорылдаған дыбысты құлағымыз шалды. Дереу тоқтап қалдық.
Бір түптің арасынан жабайы жануар ақырындап шықты да, біреуді көріп қалғандай тұмсығын ауаға созып иіскей бастады. Ойланбай атуға тура келді. Гастрономдық бағдарламамызда аяқталды. 3 күн ішінде біз өзімізге жоспарланған олжалаңдарымызды атып үлгердік. Экблесбок пен Импал. Куду аула өте қиынға соқты. Осындай кештердің бірінде Дион қалың ну арасынан керемет аталған байқап қалғандығын ескертті. Мүмкін бұл күні аңшылар құдайлары біздің жаққа өткендей. Желде қарсы жақтан соғып, бізге жақсы мүмкіндік берді. Алдымызда ақырын басып Макаба келеді. Міне, таң ата ағаштар арасынан мүйізі керемет, әрі аталықты байқады. Куду негізінен бөкендердің ірілеріне жатады. Орман мен кішігірім жоталы аумақтарды мекендейді. Аталықтары өте сақ. Ең қалың ну арасына кіріп, жалғыз өмір сүреді. Орман арасынан бұл жануарды байқау қиын. Ашық көрсететін жақсы дүрбің болмаса, үйіңе қайта берсең болады. Бірақ құны қымбат жануар болғандықтан, олжалы аңшылықпен айналысатын кез келген аңшы дүрбіге ақша аямайтыны шындық. Африкалық түсінік бойынша олжалы аңшылық нысанын табу қиын. Дей тұрғанмен Тянь-Шань тауларында ең ірі деген тау ешкілерді іздеушілер үшін аса қиындық тудырмайтын сияқты. Біз үшін жақсы олжаны қанжығамызға байлау үшін Дион аталықтарды ұзақ бақылады. Кейбірінің мүйіздері әдемі болғанымен ол жақтырмады. Біздің неге атуға болмайды деген сұрағымызға жас өсіп келе жатқандары деп жауап берді. Алғашында оның сөзіне аса түсіне қоймаған болатынбыз. Уақыт өте аңшылық шаруашылықтағы басты назар аудараушылық көзқарасты аңғара бастады. Мұндағы Борчел паркіндегі барлық 800 аңшылықтың өзіндік жүйесі бар болып шықты. Яғни біздегіде ең жақсы, ең ірілерін атқызбай, жас, әдемі, өсіп келе жатқандарына тиіскізбей, тек кәрі құртаң, қажет еместерін сынаға іліктіреді екен. Әрине, жануарлар жасын анықтау үшін көп жылдық тәжірибе керегі рас. Результаты совместной работы PH и охотников потрясают, потому что Аңшылар мен жол көрсетушілердің бірге жұмыс істеуі таңғалдырды. Өйткені мұнда келуші аңшылардың барлығы туристік сапардың қонақтары. Тіпті қолдарына енді қару ұстағандардың өзі міндеттелген оғын түгел тауысқан. Міндеттелген оққа сіздің осы жаққа келіп сатып алған аң түрлері кіреді. Оңтүстік Африка олжалы аңшылыққа тәжірибе жасап жүрген мемлекеттердің ішіндегі алғашқы баспалдақ десек те болады. Кез келген қызығушыға аңшылыққа алғашқы қадамын дәл осы орыннан бастауына мүмкіндік беретін. Мұнда келген аңшыларға олар тек қана аң аулау әдісін үйретіп қана қоймай, тұтынушылармен жақсы тіл табысып, жануарлар түрлерімен де кеңінен таныстырады. Егер жол көрсетуші аңшылық сапар аясында жас жануарларды атқызып әкелсе, оларды мақтамай, керісінше жұмыстан шығарып жібереді, тәжірибесінің аздығынан. Мұндағы жануарлар саны қатты таңғалдырды. Блесбоктардың 60, 80, тіпті 100 бас болып жүрген үйірін көрдік. Гну үйірінің үлкендігі де қызықтырады. Әрине осы Frontier Safari шаруашылығына аң аулауға келген мүмкіндігіңіз болса, ойланбаңыз, тура тартыңыз, өкінбейсіз. Әңгімелесе отырып орныққан қонақ үйімізге келгенімізді аңғармай да қалыптық. Онда жергілікті қыздар нағыз мереке ұйымдастырды. Дабылдатқан барабандары таңғалдырып қана қоймай, аңшылардың әмиянынан долларларын шығарып, олардың тақияларын олақтыруларына дейін жеткізді. Жайлылық пен көңіл көтеру өнерін ұйымдастыра білу, аңшылық мәдениетте олжалы аң аулаумен бірдей бағаланады.